Баршаңызға қайырлы күн достар. Үйлеріңізде осындай қалып қойған нан болса, дәл осылай жасаңыздар өте керемет болып шығады екен. Осылай нанымыздың барлығын бөлшектерге бөліп турап аламыз. Дәмі өте ерекше болып шығады екен. Бұрын бұндай қалған нандарды жұмыртқаға ұнатып қуырып алатын едім. Енді дәл осылай жасайтын боламын. Содан кейін нанымыз бататындай қылып сүтімізді құямыз. Шанышқымен барлығын жақсылап езіп аламыз да бір қасық разрыхитель қосамыз. Менің YouTube каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Алда әлі әртүрлі рецептлермен бөлісіп отыратын боламын. Бөлек ыдысымызға 4 жұмыртқамызды жарып салып аламыз да үстіне 1 кесе қантымызды салып жақсылап араластырамыз. Бұл әдіспен бірінші рет жасап тұрмын. Торттан ешқандай айырмашылығы болмайды, өте керемет болып шығады екен. Араластырып болғаннан кейін нанымыздың үстіне құйып жарты сағатқа жұмыртқамыз сіңгенше қойып қоямыз. Менде осындай пирогтың ыдысы бар екен. Барлығын осы ыдысқа салып пісіріп алатын боламын. Иісінің өзі өте керемет, жегенде жағымды, жұп-жұмсақ болып шығады екен. Балапандарым піскен бойда барлығын жеп тастады. Сондықтан осы видеомды сақтап алып, сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.